Сәлем балалар! Математика пәнінен 113-ші сабақ қымбат және арзан тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Сырым мен Әлияда 100 теңгеден бар. Сырым 2 тауар, ал Әлия 3 тауар сатып алды. Балалар, қандай тауарлар сатып алуы мүмкін? Ал балалар, қандай тауарлар сатып алуы мүмкін екенін анықтайық. Балалар, құн дегеніміз тауарға төленетін ақшаны айтамыз. Мысалы, балалар, баялдының құны бізде 70 теңгені құрайды. Жүгерінің құны бізде 20 теңгені құрайды. Ал бұрыштың құны 30 теңгені құрайды. Ал сәбіздің құны 20 теңгені құрайды. Картошканың құны балалар 20 теңге. Алмұрт 40 теңге. Қызанақ 40 теңге. Банан 80 теңгені құрайды. Балалар, енді біз осы тауарлардың құнын төлеу арқылы біз оны дүкеннен сатып аламыз. Ал балалар, дүкендегі тауарлардың қайсысы арзан, қайсысы қымбат екенін анықтайық. Балалар, бұл жердегі тауарлардың ең қымбаты қайсысы? Я, дұрыс айтасыңдар, банан 80 теңгені құрайды. Ал ең арзаны? Дұрыс айтасыңдар, картоп екен, балалар 20 теңгені құрайды. Балалар, олай болатын болса, сырым 100 теңгеге не алу мүмкін? 2 тауар алу керек. Я, дұрыс айтасыңдар, банан мен картошка алу мүмкін еді, балалар. Келесі, ал Әлия ше? Әлия қызанақ, алмұрт, сәбіз алу мүмкін, балалар, Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болатын болса, есімізде сақтайық. Құн бұл барлық сатып алынған тауар үшін төленетін ақша. Құн немесе бағасы туралы айтқанда арзан, яғни кем, қымбат, яғни артық сөздер қолданылады. Сондай-ақ заттың бағасын, құнын жоғары, төмен деп те атайды. Балалар, жақсы. Келесі, балалар, екінші тапсырма қарайық. Өрнек құрастырып, оның мәнін тап дейді. Балалар, қай тауар қымбат, қайсысы арзан, қаншаға қымбат екенін анықтайық, қаншаға арзан екендігін анықтайды. Олай болса, бірінші суреттегі тауарларға қарайық. Бірінші нені көріп тұрмыз? Жүгері неше теңге екен? 20 теңге. Екінші, қияр неше теңге? 10 теңге. Келесі, біз балалар, алма неше теңге? 30 теңге. Балалар, енді осы заттардың қайсысы арзан, қайсысы қымбат екенін анықтайық. Балалар, ең қымбат тауар қай тауар? Я, дұрыс айтасыңдар, алма екен, балалар. Ең арзан қияр екен, балалар. Нешеге арзан, неше теңгеге арзан екенін анықтайық. Олай болатын болса, ол үшін 30-дан азайтамыз 10-ды. Нешеге арзан екен? 20 теңгеге арзан екен. Ал енді балалар, алмадан қарағанда жүгері неше теңгеге арзан екен анықтайық. 30-дан 20-ны азайтамыз. Мәні бізде 10 теңге, 10 теңгеге арзан екен, балалар. Келесі суретке қарайық. Келесі суретте нені көріп тұрмыз? Бірінші, апельсин, балалар. Екінші, бұрыш. Үшінші, шалғам. Ал енді осы тауарлардың ең қымбаты қайсысы? Дұрыс айтасыңдар, апельсин екен, 40 теңге екен. Ал ең арзаны бұрыш 20 теңге. Енді балалар, қаншаға қымбат, қаншаға арзан екен анықтайық. Ол үшін апельсиннің бағасынан бұрыштың бағасын азайтамыз. 40-тан 20-ны азайтамыз, 20-ға тең. Ал келесі, апельсиннің бағасынан шалғамның бағасын азайтайық, балалар. 40-тан 30-ды азайтамыз. Сонда 10 теңге. 10 теңгеге арзан екен, балалар. Жақсы. Келесі үшінші тапсырма қарайық. Үшінші тапсырма 4 теңдік құрастыр. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Балалар, бізде азайғышымыз 9, 10, 8 сандардан құралу керек. Азайтқышымыз 5, 6, 0, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 3 сандардан құралу керек. Айырманың мәні бізде 5, 6, 0, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 3-тен құралу керек. Ал балалар, енді
осы сандардан теңдік құрастырайық. 9-дан азайтамыз 5-ті. Тең балар 10-нан 6-ға айырмасына. Келесі 10-нан 7-нің айырмасының мәні 4-тен 1-дің айырмасының мәніне тең екен балар. Келесі 8-дің 2-ге айырмасының мәні балар 9-дің 3-ге айырмасының мәніне тең екен балар. Жақсы. 9-дің 1-ге айырмасының мәні балар 8-дің 0-ге айырмасының мәніне тең. Жақсы балар, жарайсыңдар. Теңдік құрастырып болсақ балар, 4-ші тапсырмаға қарайық. 4-ші тапсырма. Есепте. Досыңның есептегенін тексер балар. Ал есептейік. 100-дің 100-ге айырмасының мәні нешеге тең? 0-ге тең, дұрыс. 60-ның 40-ға айырмасының мәні 20-ға тең. 60-ның 40-қа қосындысының мәні 100-ге тең балар. Жақсы. Келесі 70-дің 20-ға қосындысының мәні нешеге тең? 90-ға тең. 70-дің 20-ға айырмасының мәні 50-ге тең. 80-ның 10-ға қосындысының мәні нешеге тең? 90-ға тең. 50-дің 30-ға қосындысы балар 80-ге тең. 60-дің 30-ға қосындысы 90-ға тең. 70-дің 30-ға айырмасының мәні балар 40-ға тең. Жақсы. 40-дің 20-ға айырмасының мәні 20-ға тең. 90-ның 40-қа айырмасының мәні 50-ге тең. 20-ның 40-қа қосындысының мәні балар 60-ға тең. Жақсы балар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.